сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен де осы топқа өз өмірім жайлы айта кеткенді жөн көрдім. Мен қарапайым отбасынан шыққан қызбын. Маңдайымның беселі соншалықты көп қиыншылық көрдім. Бірақ әке-шешем ешкімнен кем қылмай өсірді. Өзім 16 жасымнан ерте есейіп кеттім. Бұлайша айтатын болсам, пәктігімнен айырылдым. Сол жасымда. Содан кейін соны өзім қалап тұратын болдым. Солай өмірім өтіп жатты. Сонымен бір жігітпен таныстым. Ол мені ештемеме қарамастан алам деп шешті. Мені көрмей жатып, мен сенбедім ол жігітке. Ол шудан болатын. Мен өзім бардым, ол кел деген соң. Сөйтіп бір күн өткен соң мені алып қашты. Келген күні бір досының туылған күніне болдық. Кафеде отырып жиналдық достарыммен. Сол кезде бәріне айтты, мен осы қызды ертең алып қашамын деп. Бәрі келсе кетті. Мені ұнатты. Сұлу қызды қайдан тауып алғансың деп көре алмайтын достарды болды арасында. Сонымен не керек беташар жасалды. Әке-шешем пенсиядағы кісілер екен, жақсы кісілер. Маған ұнады. Өздер үйінде 4 ұл екен. Бұл ең кенжесі болатын 91 жылғы. Беташар болатын күні әкеме хабарлама айтты. Мені алып қашқаны туралы. Күйеуім қорқып айта алмаймын деп досын айтқызды. Күйеуім өзіме қатты ұнайды, сүп-сүйкімді, қара торы жігіт болатын. Содан тұрып жаттық. Беташар өткен соң түнге қарай жеңгелер төсек салды. Менің пәк емес екеніме көз жеткісі келді ма білмеймін. Бірақ аппақ простиня емес, күлді простиня төсеген екен. Күйеуім сол түні лезвие әкеп терезенің алдына қойып жатыр. Бұл не үшін десем, мен қолымды кесем, сосын қанын жағамыз. Сен қыз болып қала бересің олар үшін деді. Мен оны одан сайын қатты жақсы көре бастадым. Ол түнде өтті. Ешкім ешқандай әңгіме айтпады. Өзім жинадым төсегімді. Простиняны жуып жайып қойдым әдейі. Күйеуім солай істе деген соң. Менің киім кешегімді әкелетін болды біраз уақыт өткен соң. Әпкем, жеңгелерім, ағам келді. Барған жерің жақсы екен, бақытты болды деді маған. Ағам күйеуімен сөйлесіпті, ренжітпе қарындасымды деп. Сонымен той жасайтын ақша жинау керек болып, Астанаға кететін болды күйеуім. Мен де қалмаймын, бірге барамын дедім. Астанада қайнағам тұратын келіншегімен балалары бар. Солармен бірге тұрдық. Бара салып жұмысқа орналасты күйеуім. Жақсы тұрып жаттық. Бір күні күйеуім демалатын күні болатын. Мен сестренкаммен сөйлесіп жатқам, телефонмен. Ол кіммен сөйлесіп жатырсың деді. Мен жігіттермен емес, міне осымен сөйлестім. Не болдысынша деп айқайлап едім, бетімнен шапалақпен бір удар берді. Ары қарай шашымнан жұлып тепкілеп, жерге таптап мені ұрып тастады. Мен жылап қалдым. Тұр деп тағы айғайлады. Бар да жуын, ағаммен жеңеме ештеме білдіруші болма, таяқ жейсің әйтпесе деді. Үндеместен мейлі деп жүре бердім. Ертесіне жұмысқа кетті. Бәрі өзім үйде қалдым. Оның алдын ағасы 600 000 кредит алған болатын той жасауға. Пригласительныйды жасап ресторанға задаток тастап қойған болатын. Мен жынданып, ақмақтықпен ақшасын қайда тыққанын көргем. Ешкім жоқта 200 000 теңгесін алып чемоданыма тығып қойдым. Бір күннен кейін кетіп қалдым. Мен күнә жасадым. Неге үйттім екен деп әлі күнге дейін өкінемін. Ақша жоғалған күні келді. Мен сестренкамның квартирасына келген болатынмын. Хабарласып, сонда іздеп келді күйеуім ағасымен. Ақшаны қайтар деп. Мен бүлк етпестен өтірік айттым бетіне қарап тұрып. Не деген жаман адам едім. Менің аяғым ауыр болатын сонда. Олар кетті айғайлап, садақа саған сол ақша деп, ағасы жынданып. Қайдан тапқасын мұндай ұры қатынды деп. Күйеуім ұрып жібере жаздады. Сестренкам қолын ұстап қалды. Өзім сөйтіп өз өмірімді құрттым. Одан кейін талай келді. Шешесімен егер ақшаны алмағаның рас болса, үйге кеттік деп. Мен тағы да бір барып қайтадан кетіп қалдым. Екінші рет күйеуіме абысыным себеп болды. Екі ортада өсек таситын. Мені енеме жамандап, маған енемді жамандап. Менің үйдегілерім есік ашуға шақырған болатын. Сонда барып бір аптадай жатып келдік. Келсем, абысыным киімдерімді ақтарған, киген біразын. Киімдерім соның бөлмесінде жүр. Жыным келіп күйеуіме айттым. Ол жынданды. Жеңгесін ұруға дейін барды мен үшін. Сонымен ақыры болмай мен кетіп қалдым. Бұлайша айтқанда өзім кінәлімін бәріне. Үлкен күнә жасадым, білемін. Сөге көрмеңіздер.
күйеуім қызымды босанғаннан кейін хабарласып алып кетем деді. Мен бармаймын дедім. Көп боқтайтын шешемнен. Сонысы ұнамады. Одан кейін одан еш хабар жоқ. Келмеді мүлдем.